Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге самсалардың самсасы болған ең керемет дәмді араб самсасын пісіріп көрсетемін. Бұл самсаны бір пісіріп көрсеңіздер, қайта-қайта пісіргілеріңіз келетін болады. Өте керемет және де жасалу жолы да өте оңай. Сондықтан дәл осы видеомды соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ыдысымызға тұзымызды, қантымызды, қаймағымызды салып, және де суымызды құйып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай жұмыртқамызды жақсылап араластырып, үстіне суымызды құйып, және де жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстіне 3 ас қасық сұйық май құямыз. Міне тағы да жақсылап араластырып, барлық масса біркелкі болуы керек. Енді үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп алыңыздар. Енді қамырымыз осындай экранда көрсетілгендей етіп, өте жұмсақ емес, өте қатты емес, жаңағы қолға жабыспайтын қамыр болып иленуі керек. Қамырымызды жарты сағатқа демалдыруға жібереміз, ал біздер енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Бұл араб самсасында негізінде асқабақ қосылмайды, ол міндетті емес, мен асқабақ қосып жасап жатырмын. Енді асқабағымызды, пиязымызды, фаршымызды жақсылап араластырып аламыз. Үстіне әртүрлі дәмдеуіштер қалағанша саласыздар. Біраз қасық тұз, қара бұрыш, және өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді қосыңыздар. Енді салмамызды бір шетке алып, қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымызды көргендеріңізде өте жақсы демалған, жарты сағат көлемінде. Енді осы қамырымызды екіге бөліп, ұсақ бөлшектерге бөліп аламыз. Менде бұл жерде 60 граммнан немесе 50 граммнан бөлсеңіздер болады. Мен 60 граммнан бөлдім, 15-13 штук шықты. Енді осылай домалақтап аламыз, және де бетін салафан мешокпен жауып, тағы да бір 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Ал енді қамырымызды біртіндеп жайып бастаймыз. Қамырымызды өте жұқа етіп, міндетті түрде өте жұқа етіп жаямыз. Міне қамырымызды осылай өте жұқа етіп жайып аламыз. Осы бірінші бетіне сұйық май жағамыз. Міндетті түрде сосын келесі бетін аударып, сол бетіне жаңағы салмасын салып, экранда көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Келесі бетіне аударғаннан кейін де міне жақсылап қолымыздың көмегімен осылай жұқалап жайып жібереміз. Ол өзі-ақ сұйық маймен бірге, сұйық майды жаққаннан кейін өзі-ақ былай жұқарып кете береді. Міне салмамызды салдық, енді түйіп бастаймыз. Бұл жерде еш қиын емес, осылай қамырларымыздың бір шеттерінен алып, осылай түйіп шығамыз, жоғарыға апарып, сосын барып бір бұрап жіберіп, осылай жайып астыңғы қабатына апарамыз. Біздің қамырымыз өте жұқа болғандықтан астыңғы бөлігі де өте жұқа. Көріп тұрғандарыңыздай, осы бірінші бетіндегі қамырымызды міндетті түрде астына апарып жабыстыруымыз керек. Міне дәл осылай қамырымыздың астын жауып қоюымыз керек. Міне қазір тағы біреуін түйіп көрсетемін. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз, үстінен сұйық майымыз жағамыз, келесі бетіне аударып, үстіне салмамыз салып, дәл осылай бір ұшынан бастап, қамырымызды біртіндеп түйіп, астыңғы бөлігіне осылай жармастырып жібереміз. Міндетті түрде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз, 180 градуста қойып қойыңыздар. Мына жерде мен қамырымды өте жұқа, көріп тұрғандарыңыздай, мен уже келесі бетіне майымды жағып алғанмын. Міне салмасын осылай салып, сосын салмасын салған кезінде жан-жаққа шашыратып жібермеңіздер, ол түйген кезде сіздерге бөгет жасайтын болады. Сондықтан дәл ортасынан бастап салыңыздар. Енді самсаларымызды протеиндерімізді жайғастырып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Енді жұмыртқамыздың сарысын жағамыз. Мен жұмыртқамыздың сарысына аз мөлшерде сүт қостым. Енді жақсылап самсаларымызға жағып шығамыз. Үстіне күнжіттерімізді де сеуіп шығамыз. Міне біздердің әдемі болып шыққан самсамыз дайын. Бір қарасаңыз тандыр самсаға да ұқсап шығады. Өте керемет, міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Қазір менде самсаларым ып-ыстық болып тұр. Қазір мен пышақпен кесіп көрсететін боламын.
Достар, менің видео рецептерім ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып жіберсеңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.